Ассалаумағалейкум достар, сіздермен бірге Нур Кезет. Бүгін мен Стивтің қанша блоктан кейін құласа өлетінін видео ретінде түсіріп көрсететін боламын. Мінекей. Осы блоктардан секіретін боламыз. Өте биік. Қанша блоктан кейін қанша жәні кететіні соны тест ретінде көрсететін боламын. Мінекей. Ал ендеше бастайық. Бірінші блоктан құласа ештеңе болмайды, оны бәріміз білеміз. Азынан үстіне шығып алайын. Міне. Осы жерде 29 блок бар, ең максималды биіктік. Опа. Давайте 11, міне. Nerede 11, 9-шы блоктан бастайық. Наяқтары қызығымыз болып кетеді. Nerede 11, nerede 10, nerede 9. 9-шы блоктан бастайық. Так, секіреміз. Уже 3,5 жаны кетіп қалды. Жүрек. Раз. Жаңа 9-дан бастаған болатынбыз. Енді 11-ден бастаймыз, 11-ден. Бірден 4 жаны кетіп қалды. Так, шықсай тезірек. Достар, сіздер де қарай отырмай, лайктарыңызды басыңыздар. Бұндай видео қазақ ютубында жоқ. Стив қанша блоктан кейін өледі деген. Бұны ешкім білмейтін шығар деген ойдам. Білмейтін шығар. Так, 15-ші блоктан бастайық, 15-ші. Мәссаған. 6,5 жәні кетіп қалды. Жиырма 29-дан жетпейтін сияқты. Так, осы жерден бастайық. Сәл түсейін. 19, 18, 17. 17-ден бастайық, 17. Так, бұл. Секірдім. 2 аяқ жаны қалды.
Давайте, достар. Былай жасап көреміз ба? Так, есептеп алайық. Осы затты бәріңіз білесіздер деген ойдам. Өзі бір карамель сияқты жазады. Так, кеш батып кетті. Осылай тезірек танып тұруға болады. Көрбаған шығарсыздар деген ойдам. Мәссаған. Так, достар, одан да биіктетейік. Қазір анан карамель ет, соның үстіне секіретін боламыз. Өзі не деп аталатын еді? Блок слизм деп аталады. Оның қандай қасиеті бар екен қазір көретін боласыздар. Уже бәріңіз түсініп тұрған шығарсыздар. Давай. О, мәссаған. Керемет. Жер кәдімгідей дөп-дөңгелек болып тұр ғой. О. Достар, смело лайктарыңызды басыңыздар. Мінекей. Стив тірі қала ма, әлде жоқ па? Соны тексеретін боламын. Бастайық. Мәссаған. Достар, Стив тірі қалды. Анандай биіктіктен құлап тірі қалды. Сосын смело лайктарыңызды басыңыздар. Достар, бүгінгі видеомыз ұнаса, ұнады ма, ұнамады ма, соны комментарияға жазып кетіңіздер. Және лайктарыңызды аямаңыздар. Осы видеоға бар болғаны 5 лайк сұраймын. 5 лайк. Егерде сол 5 лайкты жинасаңыздар, мен басқа да осындай видеолар шығаратын болам. Мысалы, қойды қанша метрден кейін, қанша блокта өледі, сондай жасайтын болам. Сондай тесттер видеолар шығаратын болам. Егерде 5 лайк жинасаңыздар. Және комментарияға да өз пікірлеріңізді жаза кетіңіздер. Мен сіздердің әр пікірлеріңізге лайк басамын. Ендеше сау болыңыздар, достар. Сау болыңыздар.